Құрметті ұстаздар, оқушылар, ата-аналар. 2021 жылдың 4-14 мамыр аралығында Абдолла Қарсақбаев атындағы номері 41 жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып пән бірлестігінің бейбіт күн жасасын әлемде атты 10 күндігі қашықтық форматта өткізіледі. 10 күндіктің мақсаты қашықтықтан оқыту жағдайында оқушылардың оқу белсенділіктері мен қызығушылықтарын арттыруда мұғалімдердің құзыреттілігі мен жаңашылдығын дәріптеу. 10 күндікте Zoom платформасымен 21 онлайн сабақ. 1, 7, 9 мамыр мерекесіне арналған мерекелік онлайн құттықтаулар. 1 сынып оқушылар арасында әрқашан күн сөнбесін атты онлайн сурет көрмесі. Бастау шығармашылық тобының үздік авторлық бағдарлама тақырыбына вебинар сабағы жоспарланды. Құрметті әріптестер, еліміздің болашағы бүгінгі жас ұрпақтың қолында. Жас ұрпақтың болашағы бүгінгі ұстаздың қолында деп елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, 10 күндікте сіздерді тәжірибе алмасуға, оқушыларды белсене атсалысуға шақыра отырып, бейбіт күн жасасын әлемде атты 10 күндігімізді салтанатты түрде ашық деп жариялаймыз. Қазақ елі қашаннан да жыр елі, тарихында тұлғалар көп елі. Қазақстан аясында бұрыннан бірнеше ұлт өмір сүріп келеді. Бір-бірімен тату-тәтті тұрады, бәрінде Қазақстан тұрағы. Туған жерге тебіренген сәттерде ағылады өлең жырдың бұлағы. Боямызда бұла жатыр бұрқырап, сол бақтан жыр ағызам лоқырап. Тегінің бар ұлтқа бір ғана ырыс, бақыт, татулық те ынтымақ. Біз балдырған тең басқан, дос құшағын кеңге ашқан. Тілегіміз әділдік, ашық болсын кен аспан. Достықтың гүл санаған, бір үйде біз тұрамыз. Қалған ата бабадан бірлік асыл мұрамыз. Бейбітшілік ұраны, жарқыраған алтын күн. Ән қанатты қыраны, еркіндігі халқымның. Қашан дос біркеміз, ажырамай іркеміз. Іркелі жүріңдер, достық жырым біліңдер. Уыстарымыз тамыр болған ежелден, күндер қашсын қазақ қайын ерерден. Достығымыз ғасырларға жарасқан, туған елім шарықтай беркелерден. Ата бір ананың тілегіміз, бір болсын қайда жүрсек тілегіміз. Бірлік барда тірлік бар деген ата бабам, бірлік деп бірге соқсын жүрегіміз. Достық шырағымыз, достық ұранымыз, достық туымыз, достық әніміз.